Қыздар, бүгін сіздермен бірге майонезсіз салаттар дайындаймыз. Ең алдымен қызылша салатынан бастайын. Қызылшаны пісіріп, теркадан өткізіп аламыз. Сарымсақты майдалап тураймыз. Қызылшаға саламыз. Грек жаңғағын жақсылап жуып алып, майдалап тураймыз. Изюмді да майдалап турап, салатымызға қосамыз. Дәміне қарай тұз салып, май құямыз. Жақсылап араластырып, үстіне жаңғақтарымызды әсемдеп қоямыз. Өте дәмді әрі витаминге толы салатымыз дайын. Мені қолдап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Екінші салатқа келетін болсақ, ең алдымен көкөністерімізді тазалап аламыз. Корея күшінен сәбізімізді ұзынша етіп өткізіп аламыз. Аздап тұз салып, сәбізімізді қолымызбен мыжып аламыз. Енді қиярымызды соломка ретінде турап аламыз. Енді келесі қызанақ пен тәтті бұрышымызды да ірі қылып турап аламыз. Көкшөп пен сарымсағымызды саламыз. Дәмдеуіштерге келетін болсақ, приправа для морковки, кориандр және соевый соусымызды қосамыз. Енді гүл капустамызды алып, осылай тазалап, көп бөлікке бөліп аламыз. Қайнап тұрған суға тұзымызды қосып, капустамызды пісіреміз. 3-4 минут шамасында піседі. Гүл капустамызды салатымызға саламыз. Жақсылап араластырып, үстіне лимон шырынын сығып аламыз аздап. Үстінен қызып тұрған сұйық май құямыз. Осымен екі салатымыз дайын болды. Ас болсын, жасап көріңіздер.